tınlamadım. Ol bärimde, ol bärimde, ol bärimde. Ağamdan nege tınlamadım. Ol bärimde, ol bärimde, ol bärimde. Nege ağam bärimde. Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл Мектеп Таймс YouTube жобасы. Қоғамда айтар ойы бар, белгілі бір дәрежеге жеткен жандар мен мектеп оқушылары арасында кездесу ұйымдастырылады. Демек, біздің басты мақсатымыз ұрпақтар сабақтастығын нығайту, тәжірибе алмасу. Ал жобамызға келетін қонақтар ақын, журналист, бүгінгі Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстан жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Оразбайұлы Есдәулет және күйші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Секен Кәрімұлы Тұрысбеков. Ал ендеше білім ошағының тыныс тіршілігімен танысайық. Махаббатым сен, жұлдызым да сен, көп іздедім өзіңді аңсап, арманым да сен, бақытым да сен, ойымдасың сен менің бірақ. Махаббатым сен, жұлдызым да сен, қайталайық сол бір күнді, өтіп кеткен айлы түнді. Жұлдызым, жұлдызым, біздің өмір әлі алдымызда, біздің бақыт олар қолымызда. Қайда болсаң да жаным, келші маған, жұлдызым болып. Махаббатым сен, жұлдызым да сен, қайтармадың сөзіме жауап. Өкінемін мен көрінгенде сен, көңілімді алдың ау баурап. Махаббатым сен, жұлдызым да сен, түрлігеді жан жүрегім, кездесу ғой бар тілегім. Жұлдызым, жұлдызым, біздің өмір әлі алдымызда, біздің бақыт олар қолымызда. Аты жөніңіз? Құдайберген Асима Алмасқызы. Номер 168-ші Қасыл Қатықбаев атындағы мектепте оқимын. Қазіргі таңда Сөкеле нақышының кесіндісін сызып жатырмын. Сөкеле дегеніміз қазақтың ұлттық бас киімі. Маған кескінді сызылған өте қатты ұнайды, және де тамақ пісірген өте қатты маған ұнайды. Менің армандарым өте көп. Дизайнер де болғым келеді, және де актриса да болғым келеді. Біз мысалы 1-ші тоқсанда ою-өрнектер сызуды үйрендік, ал 2-ші тоқсанда сурет салуды үйрендік, 3-ші тоқсанда график сызуды үйрендік, 4-ші тоқсанда тамақ жасап жатырық. Және де маған неше түрлі тәттілер жасаған өте қатты ұнайды. Өзімнің алғысымды апайларға айтамын, және де жанымда жүрген достарыма айтамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін менің сыныбыммен қазіргі трендтағы банан в шоколаде жасаймыз. Ол үшін жуылған банан және ерітілген шоколад керек. Олай болса жұмысқа кірісейік. Sometimes I feel you are my dream, I see, I know you like it. Sometimes I feel, I bet you see, love in my eyes, I like it. Sometimes I feel like you are trying, ooh.
дайындашып болдық. Енді таяқшаға бананды орналастырамыз. I can believe, I can believe in you. I know that you believe in me. Сіздерге уәде бергендей, біздің банан шоколаде дайын. Назарларыңызға рахмет. Бұны не үшін жасқат сендерге? Біздің денеміз жақсы болсын деп біздің денсаулығымыз үшін. Не деп ақыл айтайын ұлым саған, жетпей отыр ақылым бүгін соған. Адалдықтың құлатпақ жалауын, сол үшін де берілген ғұмыр саған. Сен сүрініп кеткенде тік тұрамын, шыр-пыр болып шырылдап шықты жаным. Дос таңдамай бәрімен сыйласа бер, бірақ жаудың таңдап алу мықтырағын. Жаным балам, тас лақтырма тағдырға, жарқырап жүр, көңіліңді қалдырма. Төрседегі төмендеуге хақың жоқ, ел тұрғанда артыңда, мен тұрғанда алдыңда. Мен аты жөнім Елубай Ферран болады. Мен дзюдомен айналысып жүргеніме 3-4 жылдан асты. Мен спорт шебері үміткерімін және Алматы қаласының 2006-2008 жастар арасының чемпионымын және Қазақстан құрамасының мүшесімін. Мен спортқа деген қызығушылығым, біздің Қазақстан құрамасындағы Елдос Сметов деген ағамыз бар. Олимпиада ойындарының жүлдегерлері, содан көріп үйренген болатын. Басқа спорттардан ерекшелігі бұл Олимпиада ойындарының ішіне кіреді және бұны 200-ден астам мемлекеттер дзюдо спортымен айналысады. Мен тренерлерім Ербол ағай және Асет ағай. Каждый мектепте осындай спорт үйірмелер болған дұрыс деп ойлаймын. Өзінің оқып жүрген мектебінде жаттап жүрген ыңғайлы. Спорт мен үшін ол өмір. Көңілімді қалдырма, төрседегі төмендеуге хақың жоқ, ел тұрғанда артыңда, мен тұрғанда алдыңда. Секен ағамыз бен Ұлықбек Естәулетов ағамызды білмейтін қазақ жоқ шығар. Өзімізде бала кезімізден өлеңдерін, күйлерін тыңдап өстік. Соның ішінде Секен Тұрысбек ағамыздың көңіл толқын күйін бүкіл әлем біледі десем қателеспеспін. Осы екі тұлға адамның біздің мектебімізге келіп, жас ұрпақпен кездесуі біз үшін үлкен құрмет. Сондықтан өзімнің атынан, ұжымның атынан, ата-аналарымыздың атынан алғысымды білдіремін. Бүгін бізде қонақта күйші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Секен Кәрімұлы Тұрысбеков. Қошеметтеріңіз. Асқар деген ағам айтушы еді, Сүлейменов деген ұлы жазушы. Секен күй ұқпайтын, кітап оқымайтын балаларды бауырым деп айтпашы дегені. Сондықтан айналайындар, мынау мектеп қабырғасында жүргенде білім алуға құштар болу керек. Сендердің алған білімдеріңді ешкім тартып ала алмайды. Сондықтан адамнан адам артық болып,
әулие болып ешкім тумайды. Әркім өзі жасаса керек айналайында. Сендерге әр уақытта мен сәттілік тілеймін. Жастық кезде бәрі болады. Алаңғасар болмаңдар деген әңгімені айтқым келіп отырғаны. Ұлықбек Есдәулеттің менің бір толғауыма жазған өлеңін оқып берейінші осы бір сәтте. Ертеме кеш пе бәрі де аяқталады қайғың мен қасіреттерің. Жалғаннан қашан көңілің тоя табады, өз ғұмырың ғой есепсіз шашу еткенің. Аяқталады, бәрі де ертеме кеш пе. Бүгінгі көрген қызық та аяқталады. Бақытқа жету дегенің ертек емес пе? Уақыттың құрғыр тықылдап таяп қалады. Ертеме кеш пе, бәрі де тәмамдалады. Сүйсең де мейлің ғашық боп, сүймесең мейлің. Алдамшы мынау дүниенің адам қонағы, қонақта болса өмірді билесем дейді. Тағдырына адам өзінің еркелемес пе? Бірақ та тағдыр пендесін аяп қалмайды. Аяқталады бәрі де ертеме кеш пе. Арманың ғана ешқашан аяқталмайды. Армандарың аяқталмасын жандарым. Бүгінгі кешке қадірлі қонақтарымыз келіп отыр. Қадірлі қонақтарымыздың қатарында генерал Бузыбаев Тоқтасын Ысқақұлы ағамыз, профессор Еділ ағамыз, жаңа ғана Секен ағамыз айтып кеткен Ұзақбай ағамыздың өзі де келіп отыр. Қолдап қошемет білдіріп қойыңыздар. Айтады ғой, ұлы өнерге менің де бар боласың деп. Мен қазақ тілі әдебиетінің пәнінің мұғалімімін. Музыкаға қатысым болмаса да, сіздерге осы мектептің атынан бір ән шашуымды арнағым келеді. Сегіз серінің әні Гауһартас. Ажарың ашық екен, аттың таңыдай, нұрлы екен екі көзің, жаққан шамыдай. Рахмет айналайын. Күй шертердің тартардың алдында тарихына тоқталып отырса, балалар кішкене направление болар еді дегендей жаңағы. Сол ағымға қарай не айтқысы келетін елестетіп отырып көз алдына сурет салатындай деген секілді. Сол Японияға барғанда осы көңіл толқынның аннотациясын айт дегенде, бұл күй Семей, Невада, Хиросима және Нагасакиға арналған дедім. Қысқа айт деген соң мен тағдырын, тарихымды айтып отырам ба? Қысқасы сол көңіл толқынын орындап берейінші.
Қошеметтеріңіз. Рахмет. Ақжауын әжелеріміз айтушы еді, ақжауын Алланың нұры деп. Мен бұл ақжауынды мынау қоғамдағы қайшылықтардың бәрін шайып кететін шіркін бір ақжауын болса деген қиялымнан туған күйім еді. Қасыл Қатықбаева Батыр ананың атындағы нөмір 168 мектеп өзі жаңа мектеп екен, ашылғанына 6 жыл болған, бірақ білім беру, тәлім тәрбие кәдімгі бір үлкен дәстүрге айналып келе жатқан жаңа Қазақстанды құратындай бір жаңа буынды тәрбиелеп жатқан мектеп екен. Енді және бұл балалардың өнерге, білімге, әдебиетке, мәдениетке, тарихқа деген рухани сұраныс құштарлықтары сезіліп тұр. Олардың өлең жаттауынан, әншілігінен, мынау өнердің ән мен би сияқты, күй сияқты түрлеріне бейімділігінен соның бәрі байқалады. Жалпы спорттан да бұл мектептің талайлар топ жарып алға шығатыны сезіледі, себебі өте жақсы спорт залы бар, өте жақсы кітапханасы бар. Мынау класстары, сыныптарының бәрі кең жарық, сосын мұғалімдердің өзінде бір білім беруге деген құштарлық сезінеді. Сондықтан мен бұл мектептің келешегіне ақ жол тілеймін. Түлектері дүниежүзінің ең озық жоғарғы оқу орындарына түсіп оқып, біздің елімізге үлкен біліммен келіп, мемлекетімізді дамытуға, халқымызды өрлетуге, экономикамызды шарықтатуға үлкен өздерінің үлесін қосады ғой деп ойлаймын. Бұл мектепке тек қана жақсылық, табыс, жеміс, жеңіс және шапағат, шарапат тілейміз. Қошеметтеріңіз. Жалпы енді Алматы қаласы үлкен шаһар болғаннан кейін мына қазақи салт дәстүріміз ұмытылып бара жатады. Әртүрлі енді үлкен мегаполис болғаннан кейін. Сондықтан біздің қазақ болып өмірге келгенімізді ұмытпауымыз керек, қазақи дәстүрді жалғастыруымыз керек. Соның ішінде осы мына керемет бір күймен бізді сусындандырып, шәкірттерімізді келіп ортамызға қонақ болғаныңызға ұжымның атынан, ата-аналарымыздың атынан үлкен алғысымды білдіреміз сізге. Балаларымыз да, ұстаздарымыз да, біздің ата-аналарымыз да қуанып бүгін ризашылығын айтып жатыр. Ұзақбайға өзіңізге алғысымды білдіремін. Біздің ата-аналарымыздың барлығы осындай демеп отырады, қандай да бір іс-шара болсын біздің мектебіміздегі. Сондықтан енді мектебімізден бір сый-кәде табыстауға рұқсат етіңіз. Ортаға келсеңіз сізге.
Рахмет, осымен бүгінгі біздің берекелік кешіміз өз мәресіне жетті. Арнайы ат басын бұрып келіп отырған профессор Еділ ағамызға, генерал Тоқтасын ағамызға, Ұзақбай ағамызға үлкен алғыс білдіреміз. Және ерекше алғысты күйші композитор, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының иегері Секен Кәрімұлы Тұрысбеков ағамызға үлкен алғысымызды білдіреміз.